Қайырлы күн достар, әдеттегідей саяси шолу. Бүгін тағы менің қонағым саясаттанушы Асхат Қасенғали. Өткен бағдарламада Ауғанстандағы жағдай туралы айтқан болатынбыз. Енді біраз күн өтті, ол жақтағы жағдай қазіргі таңда қалай болып жатыр? Армысыздар. Қазір енді Ауғанстанда жағдай өткен аптаға қарағанда өте қызу деңгейде өтіп жатыр десек болады. Себебі Талибан қозғалысы алған мақсатынан бас тартпайтынын нақты шешімдермен, нақты әскери іс-қимылдармен дәлелдеді, көрсетіп келе жатыр. Енді көп ұзамай өткен аптаның Ауғанстанда болған әскери операцияларына өзгерістеріне келіп тоқталатын болсақ. Біріншіден, Талибан Орталық Азиямен шектесетін барлық шекаралық аймақты өзіне қаратты. Яғни бұл дегеніміз түркмен ауған, өзбек ауған және тәжік ауған шекараларына барлығын өзіне қаратып, провинцияларды өзіне қаратып, ауған режимін Орталық Азия мемлекеттерімен байланыс үзіп тастады. Яғни құрлық арқылы өтетін байланыс үзіп тастады. Енді Кабулға тек қана Орталық Азия мемлекеттері қандай да бір көмек жібергісі келсе, әскери тарапынан немесе гуманитарлық көмек болсын, оны тек қана әуе арқылы жіберуіне болады. Құрлықтық жолдардың барлығы Талибанның қолында. Бұл бір. Екіншіден, Талибан Қытаймен шектесетін шекараны да өзінің бақылауына толыққанды алды. Яғни ол бағытта да өзгерістер бар. Және соңғы мына 2 күнде Иранмен шекараласатын бірнеше елді мекенді өзіне қаратқан. Яғни бір сөзбен айтқанда, Талибан 5 мемлекетпен шекараласатын Ауғанстанның аймақтарын өзіне қаратуға барынша күшін салып, сол бағыттарды жұмыс істеп, нәтижелерге қол жеткізді. Бұдан үлкен тағы бір Талибанның басты мақсаты ол 2 ірі қалаға, Ауғанстанның ірі қаласына шабуылды бастады. Ол біріншісі Құндыз қаласы болса, екіншісі атышулы Қандағар қаласы. Қандағарға, яғни Қандағар ол Ауғанстандағы 2-ші ірі қала, Кабулдан кейін, онда 1 миллионға жуық адам тұрады. Қандағар ол талибтер үшін өте символикалық маңызға ие деп айтсақ болады. Себебі 2001 жылға дейін дәл осы Қандағарда Талибанның жаңағы штаб пәтері дейді ғой, офисі болған. Ал 2001 жылы батыстық коалиция келгеннен кейін ол штаб пәтерден айырылып қалған еді. Осындай үлкен ірі өзгерістер болып жатыр. Талибан қозғалысы өзінің әскери операцияларын жалғастыру үстінде, және қазіргі таңдағы Қандағарға және Құндызға жасалып жатқан шабуылдарына қарап, олардың қарқынына баға бере отырып, бұл 2 қалада алдыңғы 1-2 аптаның ішінде талибтердің қолына өтіп кетуі мүмкін деген жорамалды жоққа шығаруға болмайды. Яғни талибтердің ондай потенциалы бар. Ал енді Ауғанстанның өзінің ішінде қандай өзгерістер болып жатыр? Біріншіден, режимде әрине барынша қарсы соққы беріп операциялар жүргізіп жатыр. Көбінесе бұл операциялар арнайы жасақтармен және әуе күштерінің соққы жасауы арқылы жүзеге асуда. Одан бөлек режим қазір халықтық жасақтарды, ополченец дейді ғой, халықтық жасақтарды жасақтап жатыр. Оның ішінде бір қызығы, мына талибтерге қарсы әйелдер жасақтары өте көп және еркін түрде құрылып жатыр. Неге? Себебі Талибан қозғалысының кезінде, билігінің кезінде, 96-2001 жылдар аралығында болған билігінің кезінде әйелдер құқығына қатысты қандай шешімдер қабылданғанын олар жақсы біледі, жалпы әлем біледі. Яғни көшеге әйелдерді шығармау, әйел құқығына нұқсан келтіру, жаңағы дүре соғу, немесе кей жағдайларда, дәлелденбеген жағдайларда тіпті таспен ұрып өлтіру деген сияқты өздерінің бір ішкі заңдылықтарын және кей жағдайда оны ислами шариғатпен негіздей отырып жүзеге асырады олар. Сондықтан осының барлығын көрген әйелдер жасағы дәл сол 96-2001 жылдардағы сияқты сүреңсіз кезеңнің қайтып оралғанын қаламайды. Сондықтан өз еркімен әйелдер осындай бір жасақтарға қосылып жатыр. Өткен аптада Талибан қозғалысының басшылары Мәскеуге барды. Бұл кездесу, бастама қай тараптан болды? Екі жақтан ба, немесе бұл аяқ асты болған шаруа емес секілді ғой? Бұл алдын ала келісілген шаруа сияқты ғой? Мынаны ескеруіміз керек. Жалпы Талибан қозғалысы өзі қарсы соғысып жүрген режимдермен келіссөздерге бірнеше рет барған. Мысалы, ақш-қа қарсы 2001 жылдан бері соғысып келе жатыр. Бірақ ақш-пен келіссөздерді өткізіп келе жатыр. Ол Доха қаласында, Катарда мысалы.
Сонымен қатар Өзбекстанда да бірқатар келісімдер өтті. Ал енді Мәскеуге келетін болсақ, бір қызығы Мәскеу Талибанды тыйым салынған лаңкестік ұйым деп 2003 жылы жоғары соттың шешімімен енгізіп тастаған. Бірақ соған қарамастан талиптерді Мәскеу қаласына шақырады, жайлы қонақ үй береді, конференция өткізуге үлкен зал береді, журналистерге пресс-конференция жасап береді деген сияқты. Яғни құрметті қонақ ретінде қарсы алды, былай тырнақшаның ішінде алып айтатын болсақ. Енді бұл жерде келіссөздер Мәскеудің өзінің, Лавровтың сөзімен айтатын болсақ, егерде біз Талибанмен байланысымыз бар және ол келіссөздерді жүргізіп жатқанымызды ешқашан жоққа шығармаймыз деп айтты. Яғни олардың айтуы бойынша ойы ол талиптерді жақтау емес, Талибан қозғалысын ауған режимімен келіссөзге келуге ықпал жасау, итермелеу деген сияқты пиғылды айтты. Бірақ енді бұған дейін де Мәскеуге Талибанның делегациясы бірнеше рет келген болатын. 2019 жыл мамыр айында келді, 2018 жылы келді. Яғни бірінші сапар емес. Ал енді қазіргі кездегі сапар апыл-ғұпыл дереу арада іске асқан сапар. Менің ойымша ол Мәскеу тарапынан жаңа ұсыныс тасталды, талиптер оны қуана-қуана қарсы алды. Қазір Талибан қай жерге кездесуге шақырса, келіссөздерге қандай площадка болмасын, яғни қандай келіссөз алаңын ұсынса да баруға дайын. Неге? Себебі Талибан өзін жаңағы ауған билігі емес, өзін енді Ауғанстандағы легитимді билігі ретінде көрсеткісі келеді. Яғни өзінің іс-әрекеттерін бір заңдылық тұрғысынан жаңа бекітіп алғысы келеді. Біз келіссөз жүргізіп жатырмыз, демек басқа мемлекеттер де бізді заңды бір билік ретінде мойындайды деген пропаганданы жүргізгісі келеді. Бұл көбінесе әрине сыртқы аудиторияға да және өзінің ішкі аудиториясына да, яғни ауған халқына да бағытталған бір іс-әрекеттер деп түсінсек болады. Енді Мәскеудің де іс-әрекетін екі ойлы түсінуге болады. Яғни біріншіден ол жаңағы Лавровтың айтқан сөзіне байланысты, екіншіден қазірдің өзінде Талибанның жаулаушылық операциялары өте үлкен нәтиже беріп жатыр. Яғни ертең ауған режимі құлаған кезде келіссөздерді ауған режимімен емес, дәл осы нақты Талибанмен жүргізуіміз мүмкін деген сынды жорамалды алға тартып, осындай келіссөздер жүргізіп жатуы мүмкін. Бірақ және үшіншіден ол көпшіліктің айтатын жорамалы, яғни талиптер ол тікелей және жанама түрде Мәскеуге байланысы бар және Мәскеу тарапынан қандай да бір нұсқаулықтар алып отырады деген конспирологиялық бір болжамдарды осы келіссөздер нақтылай түсетіндей. Және сол кездесуде біз Орталық Азия елдерімен тату-тәтті өмір сүруіміз керек, біз олардың территориясына кірмейміз деп қайта-қайта баса айтты. Оның астарында не жатыр сонда? Бұл дегеніміз енді өзін, яғни Орталық Азия мемлекеттеріне де ешқандай жаулаушылық көзқарасы жоқ екенін көрсеткісі келеді. Сонымен қатар Орталық Азия ол Мәскеудің саяси, ал Қытайдың экономикалық бір ықпал ету аймағына айналып келе жатыр ғой мысалы. Сондықтан бұл екі державаға да біз қарсы емеспіз деген сынды өзінің ұстанымдарын нақты бір осы келіссөздерде байқатқысы келді. Және шындап келгенде де Талибанға Орталық Азия менің ойымша қатты қызық емес. Талибан үшін ол ішкі Ауғанстан қызық, Ауғанстандағы билік толық қолына алу және сол мемлекетте өзінің толыққанды билігін жүргізу ол үшін аса маңызды болып табылады. Оның үстінде қазіргі таңда Ауғанстанда толық билікті Талибан алған күннің өзінде ол соғыс тоқтап қалады дегенді білдірмейді. Себебі Ауғанстанда тек қана Талибан мен режимнің арасында қақтығыс емес, сонымен қатар этникалық қақтығыс та бар. Мысалы, пуштундар бар, түркілерден хазарлар, өзбектер бар, парсы тектестерден тәжіктер және тағылар деген сияқты. Яғни этникалық қақтығыс бар, екінші жағынан діни қақтығыс. Мысалы, 70%-дан астам сүннит бар, 20%-дан астам шиит бар, одан бөлек жаңағы христиандар бар, азын-аулақ және тағы басқа дінді ұстанатын азаматтар бар деген сияқты. Яғни діни алуандықта әртүрлі. Сондықтан Талибан үшін бұл Орталық Азия қызық емес, жаңағы сөзінің мәнісі де соны білдіреді. Және екінші жағынан Талибан Орталық Азияға шындығына келгенде әскери тұрғыда мысалы төтеп беруі екіталай. Себебі Орталық Азияда тек қана Орталық Азия мемлекеттерінің әскері емес, сонымен қатар Ресейдің әскери базалары бар. Яғни Ресей де бұл тікелей әскери операцияларға араласатынын біледі. Сондықтан осындай бір мәлімдемелер жасап отыр. Менің ойымша бұл Талибан өзінің солтүстік бағыттағы тылын, былайша айтқанда солтүстік аймақтағы
мәселелерін толыққанды әскери тұрғыдан қауіпсіздендіру мақсатында осындай мәлімдеме жасады. Кеше тағы бір ақпарат шықты, расын өтірік екенін білмеймін. Қытай билігі мен Талибан ұсыныс жасаған, сіздерге ұйғырларды қайтарып береміз, сіздер біздің Ауғанстанға инвестиция құйсаңыздар деген сипатта. Бұл мұндай қадам жасау мүмкін бе? Қазіргі таңда қарап отырсақ, Талибан өзінің бағдарламасын да ұсынып тастады. Яғни, егер де ол Ауғанстанда билікті алатын болса, ол тек қана діни тұрғыдан жүрмейміз, біз батыстық көзқарастарда өзіміздің, яғни бізге қарсы келмейтін, дінге қарсы келмейтін батыстық көзқарастағы жаңашылдықтарды да қоғамға енгізуге дайынбыз деді. Осы сөздердің өзіне қарап, ол басқа мемлекеттермен де экономикалық тұрғыдан, саяси тұрғыдан егер де билікті алып жатса, ықпалдасуға дайын екенін сездірді. Яғни бұл дегеніміз, ол тіпті Қытаймен де қарым-қатынас жасауға дайын, оның ішінде сөзсіз ол инвестициялық тұрғыдан, яғни егер ол билікті алатын болса, Қытай ол билікті мойындайтын болса, онда жаңағы қаражат қажет болады. Сондықтан осындай бір мәлімдемелер жасады. Егер менің көзқарасым бойынша Талибан өзінің құрамындағы, егер де ұйғыр жасақтары бар болатын болса, өзінің құрамында оны бермейді. Бірақ басқа террорлық топтардың құрамында егер де болып жатса, ондай азаматтар оларды беруге дайын. Себебі Талибан тек қана өзінің ішіндегі азаматтарына қорғаныс білдіретін мәлімдеп отыр, ал басқа террорлық топтарға қарсылық негізінде сипат ұстайды. Мысалы, Мәскеудегі келіссөздер барысында ол айтқан болатын, біз билікке келген кезде Ауғанстанда Даиш, яғни ИГИЛ дейді ғой, Даиштің өмір сүру бір күнде болмайды. Яғни біз оны толыққанды көзін жоямыз, біздің аумақта болмайды деген. Ал Даиштің құрамында, ол Ауғанстанда Хорасан деп аталады, құрамында көптеген түрк ұлттары бар екенін білеміз. Яғни оның ішінде түркмендер де бар, жаңа тәжіктер де бар, парсы тектестердің ішінен өзбектер де, қырғыздар да, және тағысын тағылар деген сияқты. Бәлки ұйғырлар да бар. Сондықтан осы сипатта айтып отыру мүмкін. Сондықтан ондай әрекеттерге баруы әбден мүмкін. Талибанға байланысты ОДКБ-ға Тәжікстан өтінішін білдірді. Біздің билік не жасау мүмкін бұл ұсынысқа? Қандай жауап беру мүмкін, қандай қадамға бару мүмкін? Қазіргі таңда енді Тәжікстан ресми мойындап отыр. Яғни бұл қазірдің өзінде қалыптасқан жағдайда Ауғанстаннан келіп жатқан босқындарды және Ауғанстанның режимінің Тәжік аумағына өтіп кеткен әскерилерін толыққанды өзі игере алмайтындығы. Яғни ол экономикалық тұрғыдан, азық-түлік тұрғысынан және тағысын тағылар деген сияқты. Сондықтан ол ОДКБ-ға қазір ауызша өтініш жасады. Яғни осындай бір көмек көрсету жағынан. Енді ОДКБ-да өзі көмек көрсетудің алгоритмі бар. Яғни біріншіден ОДКБ құрамындағы мемлекетке ОДКБ-ның мүшесі өтініш жасайды, оны жазбаша түрде береді. Яғни Қазақстан үкіметіне дейік, былайша алғанда, Қазақстанға жазбаша түрде жаңа өтініш береді. Тәжікстанның осындай аймағында қалыптасқан жағдай күрделенді, бізге осындай көмек берулеріңізді сұраймыз деген өтініш тастайды. Бұл өтініш бізге келіп түседі. Біздің тараптан ол өтініш негізді ма, немесе негізсіз ба деп қаралады. Яғни ОДКБ-ның жаңағы отырысында ол өтініш қаралатын болады. Негізсіз болса, ол өтініш орындалмайды. Ал егер де негізді болатын болса, онда ол өтініш сұрыпталып, біздің парламентке жіберіледі. Парламент әскерді жіберу немесе жібермеу мәселесін қарап, оны яки ратификациялайды, немесе оны кері қайтарады. Яғни, егер де бізге өтініш жасалатын болса, ол осындай бір этаптардан өтуге тиіс. Ең соңында әскерді жіберуге қатысты шешімді біздің парламент қабылдайтын болады, мәжіліс және сенат, яғни ратификациялауға тиіс. Бірақ менің ойымша дәл осындай деңгейге дейін бармайды. Және ол ондай қажеттіліктің де қазір көріп тұрған жоқпын, себебі тікелей Тәжік-Ауған шекарасындағы жағдай шиеленіскенімен ол тікелей әскери қақтығысқа дейін ұласқан жоқ. Оның үстіне Талибанның өзі Тәжікстан аумағына өтуге ниетті еместігін бірнеше мәрте білдірді. Оны Мәскеудегі мәлімдемесінде де көрдік. Сондықтан ондай жағдай қалыптасуы екіталай. Бірақ дәл осы напряжениені, осы бір шиеленісті Ресей ұтымды пайдалануы мүмкін. Яғни бәлки ол Тәжікстанға осындай бір өтініш жасату арқылы өзінің әскери контингентін осы орталық Азия мемлекеттерінде арттыруға жаңағы тырысуы мүмкін. Мысалы, Тәжікстандағы контингент немесе Қырғызстан, Қазақстан деген сынды елдердегі әскери өзінің
жаңағы санын, әскер санын, әскери техника санын арттыруға ықпал жасауы мүмкін. Осындай бір екі тарапты Мәскеу Душанбе арасындағы бір ойын болып кетуі және оны ОДКБ-ның аясында көрсетуі әбден мүмкін. Және соңғы бір сауал, соңғы кезде Қазақстанға Ресейдің саясаткерлері келгіштеп кетті. Біздің тараптан да барып жатыр. Бұның астарында не жатыр? Саяси тұрғыдан қарауға бола ма бұл жаңағы келгіштеп кеткеннің? Әбден саяси тұрғыдан қарау керек, өйткені біз білеміз, енді мемлекеттердің арасындағы қарым-қатынас ол тек қана жаңағы алдын ала ойластырылған қадамдардан тұрады. Енді мысалы Ресейдің саясаткерлері соңғы уақытта өте көп біздің тараптан жаңағы біздің мемлекетімізге келгіштеп кетті. Жалпы бұл бір ғана жылдың ішінде мысалы салыстырып қарайықшы. Мысалы Трамптың билігі кезінде Трамп пен Ресейдің қарым-қатынасы сөз жүзінде мысалы қарама-қайшылық болғанмен, іс жүзінде сарапшылардың сөзінше, яғни ол сондай бір жұмсақтық позицияны ұстанды Трамп билігі. Бұл кезде Ресей саясаткерлерінің Қазақстанға қатысты сөздері көбінесе территориалдық біздің тұтастығымызға қарама-қайшылықтарды көрсетті. Мысалы Ресей тарап күмән келтірді, түрлі сөздер айтылды, тіпті ол биік мінберлерден де естілді. Бірақ қалай Байден билігі Америка Құрама Штаттарында, Вашингтонда Байден билікке келді, солай Ресейдің көзқарасы ақырындап өзгере бастады. Неге? Себебі Байден билігі орталық Азияға, оның ішінде Қазақстанға тұтастай жаңа көзқарас ұстанатынын білдірді, яғни жаңағы S5+1 деген форматын жандандырамыз дейді, яғни орталық Азиядағы 5 мемлекет және Америка Құрама Штаттары деген форматтағы қарым-қатынасты біз жаңа деңгейге көтереміз деді. Бұл әрине Мәскеуге үлкен сигнал. Ол орталық Азиядағы әрбір мемлекет үшін күресуге дайын, ол саяси тұрғыдан, экономикалық тұрғысынан. Сондықтан оны батыстық бағытқа кетіп қалуынан қорғанғысы келеді, сақтағысы келеді. Оның ішінде ең алдымен әрине Қазақстан. Өйткені орталық Азияда Мәскеу үшін ең маңыздысы ол Қазақстан. Аумақтық тұрғысынан, транзиттік тұрғысынан, одақтастық тұрғысынан. Сондықтан соңғы уақытта Мәскеудің саясаткерлері бізге келгіштеп кетті. Бұл бірінші себебі осы деп ойлаймын. Екінші себебі Мәскеу өзінің алдағы таңда Америка Құрама Штаттарымен немесе батыспен болатын санкциялық, экономикалық, бәлки саяси қатты деңгейге ушығып кетуі мүмкін қырғи-қабақ соғысқа жаңа бір серіктестер, одақтастардың санын арттырғысы келеді. Ал бұрыннан бар одақтастарды біз сияқты олардың сенімділік деңгейі қаншалықты деген мәселені анықтап алғысы келеді деп ойлаймын. Яғни сондықтан әрбір кездесу, әрбір жаңағы келіссөздер барысында Мәскеу Қазақстанды өзінің бір досы ретінде соңғы уақытта көрсетуге тырысып жүр. Сондықтан бұл сөзсіз саяси ойын, яғни Қазақстанның қолынан уысына шығып кетуін қаламайды. Өйткені бұл Қазақстан Ресей үшін аса маңызды. Осындай бір мәселелерді қарастыра отырып, Мәскеудің жаңа сапары жиілеп кетті Мәскеу тарапынан бізге. Бұл алдағы таңда тіпті ұлғая беретін болады деп ойлаймын. Қаншалықты батыс тарапынан санкция Ресейге ұлғая түседі, соншалықты Ресей саясаткерлерінің бізге келетін сапары да көбейе бермек. Көп рахмет. Жалпы біздің ел ешкіммен жауласпайды. Дос болғанға құшағымызды әрқашан ашамыз. Лайым достарымыз көп болғай. Асхат, көп рахмет. Келесі кездескенімізде енді нақты Ресеймен болатын қарым-қатынасты тереңірек талдасақ, әсіресе Евразес жөнінде. Егер осы ұсынысты қабылдасақ, онда келесі бағдарламада осы жөнінде кеңірек талқыласақ. Жақсы, көп рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.